Сәлем достар, бұл бейістің кино әлемі. Бұл ретте кореялық фильм «Алаяқ» жайында айтамыз. 8 жыл бұрын алаяқтардың атаманы Чан Ду-чи 23 инвестициялық компания құрып, бір түн ішінде 400 миллиард ақшаны алып қашып кеткен. Оның салдарынан 10 мыңдаған адам зардап шегіп, алды өз-өзіне қол жұмсады. Бұл ұйымдастырған алаяқтық қылмыстық іс мемлекетті дүр сілкіндірді. Хванжы айласы көп, ақылды, басы қатты істейтін алаяқ. Оның әкесі жалған құжат жасаудың маманы. Өз саласындағылар оған Туман деген лақап қойған. Хванжы жастайынан әкесінің жанында жүріп, әртүрлі қулықты және жалған құжат жасауға әбден үйренген. Енді Чан Ду-чи шетелге қашып кетпекші. Сондықтан өз саласының ардагері Туман Чан Ду-чидің әкесіне жалған паспорт жасап беруді өтінеді. Бірақ көп жыл болған Туман ондай тірлікпен араласпай кеткен. Осы жолы басқа бір беделді адам міндеттегеннен кейін амалсыз жасап отыр. Ойламағаны Чан Ду-чиге жалған құжат апарып берген түні ешкімге айтып қоймасын деп Туманды өлтіріп кетеді. Бірақ бұл істі полициялар тексеріп кетпеді. Жай ғана өз-өзіне қол жұмсаған деп шешім шығарып, істі тез арада жауып тастады. Хванжы әкесінің не үшін өлгенін анық біледі. Оны Чан Ду-чи өзін сатып кетеді деп ойлап, көзін жойған. Онымен қоса, Чан Ду-чидің шетелге қашып кеткенінен хабары бар. Сондықтан Хванжы әкесінің кегін алу үшін ел аралап ақпарат жинай бастады. Көп ұзамай полициялар Чан Ду-чи туралы тың деректер тапты. Бірақ ешқайсысы нақты емес. Жыл соңында полициялар ашық сұхбат беріп, Чан Ду-чидің өлді деген анықтамасын жариялап, нақты дәлел тапқандарын айтып, істі жабуды хабарлайды. Бірақ та полицияларға Чан Ду-чиде әлі тірі деп зардап шеккендер митингке шығып, істі қайта қарауға арыз беріп жатты. Одан бері 8 жыл өтті. Чан Ду-чи әлі де халық арасында қызу талқыға ие. Бұқаралық ақпарат құралдары да кезінде Чан Ду-чиден пара алған шенділерді шетінен ашып жатыр. Ал бұл іске жауапты болған прокурор Пяу. Ол көп жылдан бері жан-жақты тексеру жүргізіп, парақорларды ұстап, ақпарат құралдарымен сұхбат өткізіп, халыққа жауап беріп жүр. Шын мәнінде прокурор Пяу да жақсы адам емес. Ол жұмысқа белсенді болып жүрген себебі Чан Ду-чиден пара алған депутаттардың артын тазалау және өзі Чан Ду-чидің делосына жауапты бола тұра, кезінде депутаттармен бірлесіп Чан Ду-чиді қашырып жіберген. Егер Чан Ду-чидің ісі ушығып кетсе, бәріне қиын болғалы тұр. Ал осы жолы пара алғандардың тізімі бар деген ақпарат тарап жатыр. Депутаттардың да құрбандық ететін адамдары қалмаған. Сондықтан енді Пяуға тез арада бұл істі басып тастауға бұйрық берді. Ал Пяу өзіне сенімді. Ол ақпарат таратып жүрген кім екенін тауып алған. Ақпарат таратып жүрген кезіндегі Чан Ду-чидің адамы Лисі. Пяудың астыртын өзіне жұмыс істейтін 3 адамы бар. Үшеуі де Пяу түрмеден алып шыққан мықты алаяқтар. Үшеуінің қылмыстық дәлелі Пяудың қолында болғандықтан, Пяудың айтқанын екетпей, міндеттерін атқарып жүр. Олардың біреуі қабілеті жоғары хакер. Прокурор Пяу үшін адамдарды заңсыз бақылауға алады. Олар Лисі кезінде Чан Ду-чидің делосына байланысты 3 жылға түрмеге отырған. Шыққаннан кейін алаяқтығын қоймай, жақында жалғыз тұратын қарттарды алдап, үй сатып жүргенін тексеріп шықты. Енді Лисіні Пяу ұстап алып келеді. Бірақ Лисі қанша тәжірибелі алаяқ болса да, өзінің бір кәрі шалға 100 миллион алданып қалғанын айтады. Басында Лисі алжыған шал таптым деп қуанған, артына келсе өзінен асқан алаяқ болып шыққан. Осы кезде Пяудың адамдары хабарласып, біреудің олардан бұрын пара алғандардың тізімін алып кеткенін жеткізеді. Пяу хакерге бейне бақылауды қостырып тексерді. Қараса тізімдікті алып кеткен адам мен Лисіні алдап кеткен бір адам екен. Ал бұл бет-бейнесін өзгертіп алған Хванжы болатын. Осы кезде Пяудың қол астындағы алаяқтардың бірі Гаудың оны танып қойды. Хванжыны тек алаяқтарды алдайтын мықты алаяқ деп, кезінде өзі ұсталып түрмеге түсуіне себеп болған сол екенін айтады. Машинасының нөмірі арқылы хакер Хванжының қайда тұратынын тапты. Бірақ Хванжы да осал емес. Өзіне қауіп төнгенін сезіп, үйін тастап қашып кетті. Пяу да машинасына отырып, артынан қалмай қуды. Бір көше қиылысына келгенде Хванжыны күшпен тоқтатады. Бірақ бұның барлығы Хванжының жоспары сияқты көрінді. Хванжы қылмысын мойындап, және Лисіні тек қармақ деп, ал шынайы мақсаты оның артындағы семіз балық Чан Ду-чиді тауып алу екенін айтты. Пяу оған сенімсіздік танытады. Сондықтан Хванжы көп жылға жинаған ақпараттарын айтып берді.
4 жыл бұрын Хуаңжы хабар алған. Жандучи шет елде өзінің жалған өлімін жасап, артынан Таиландқа барып тығылып алған. Хуаңжы дайындықсыз тексеруге кірісіп, абайсызда Жандучидің қолына түсіп, әрең қашып шығыпты. Ал бұл Хуаңжының ең соңғы рет Жандучиді көруі. Жақында Лисінің әлі де Жандучимен байланысы бар деген жаңа ақпарат тараған. Сондықтан Хуаңжы Лисіні пайдаланып, Жандучиді тауып алып, оны өз қолымен өлтіріп, әкесінің кегін алмақшы екен. Артынан Пяу өз мансабын пайдаланып, Хуаңжының шынымен 4 жыл бұрын Таиландқа барғанын білді. Енді Пяу да Жандучидің тірі екендігіне сене бастады. Бірақ Пяудың мансабы төмен, билік басындағы депутаттар оның сөзін елемейді. Пяудың ойынша, қауіпсіздік үшін Жандучидің көзін жою керек. Ал депутаттар болса, жұмысты көбейтпей-ақ тек Жандучидің тірі екендігін білетін куәгерлердің көзін жойса болды деп ойлайды. Бұған Пяу іштей ызаланды. Енді ол өз күшімен Жандучиді тауып, көзін құртып, істі түбегейлі жабуды шешті. Ал Жандучиді өз қолымен өлтірмекші болып жүрген Хуаңжы Пяудың адам өлтіретін ең жақсы құралы. Ал Пяудың селбесі ұсынысына Хуаңжы жоспарды өзі жасайтынын, қалғандары оған бағыну керектігін және соңында өз қолымен кек алуын шарт етіп келіседі. Гаудунға рұқсатсыз компанияның қаржысын істеткен жұмысшының ролін ойнатып, Хуаңжы өзі компанияның бастығының ролін ойнап, Гаудунмен төбелесіп, және прокурор Пяудың мансабын пайдаланып, екеуін Лисі отырған абақтыға қаматты. Кәсіби алаяқтар көріністі мықты қояды. Сөз арасында Лисіға Хуаңжы бай кәсіпкер екенін білдіріп, және жақында тұрғын үй саласына ақша салмақшы екенін жеткізеді. Үй сатып жүрген Лисі бұны естіп елеңе түсті. Осылай ақпаратты жеткізгеннен кейін Пяу бұйрық беріп Лисіні босатты. Ойлағандай Лисі есіктің алдында Хуаңжыны күтіп отырды және Хуаңжылардың ізіне түсіп, алдын ала орналастырып қойған компанияға келді. Ал Хуаңжының ең көп табысқа ие кәсібі, оның күніне миллиондар табатын құмар алаңы. Лисі осы жерде әдейі Хуаңжымен абайсызда соқтығысып, кешірім сұрап жағымсыды. Әңгіме барысында Лисі Хуаңжыға үй саудасы жайлы сөз қозғайды. Хуаңжы жауап бермей, керісінше Лисіге өзінің құмар алаңына селбесетін адам іздеп жүргенін, 1 миллиард салса, жарты жылда 80% пайда түсетінін, ашығын айтқанда заңсыз ақшаны заңдастырмақшы екенін айтады. Айтып бола сала, Хуаңжы айласына басып, әдейі сөзімді қайтарып алдым деп кетуге дайындалды. Осылай Лисіге ойлануға уақыт бермеді. Лисі жоғары пайданы естіп, басы айналып қалды. Шынымен солай екен деп Хуаңжының тұзағына түсті. Осымен бір сәтте хакер Лисінің үйіне келіп, әртүрлі аңду құралдарын орнатты. Хуаңжы, егер Лисі 1 миллиард бастапқы қаржыны таппақшы болса, Жандучиден сұрағаннан басқа амалы жоқ дейді. Болжағанындай Лисі көп ойланып, соңында халықаралық нөмірге телефон жалғады. Қарсы жақтағы шынымен Жандучи болып шықты. Лисі Жандучиге бүгін бір мықты кәсіпкермен танысқанын және оның ақша заңдастырумен айланысатынын айтады. Жандучи бірден келісе салмады, тек адам жіберіп байқап көретінін айтты. Аңдып отырған бір тобы таң қалып қалды. Олар Жандучидің тірі екендігіне сенбей жүрген. Бірақ хакер телефонының Таиландта қосылғанын тапса да, қарсы жақтың линияны көп ауыстыруына байланысты нақты орнын таппады. Келесі күні оларға Лауго деген кәсіпкер келді. Ешкім ойламаған Лауго құмар алаңын және үйілген ақшаны көріп, бұның бәрі ұйымдастырылған, өтірік деп кесіп айтты. Хуаңжы саспады. Өзінің елдің ақшасын заңдастырып беріп, ортасынан аз ғана пайда алып, пайданың көбін елге беруі маңызды емес екенін, себебі өзінің жетерліктей ақша тауып, ешқандай заңға қайшы келгісі келмейтінін айтады. Айтып болып орнынан тұрып шығып кетті. Лисі және аңдып отырған бір тобы бұны түсінбей қалды. Бірақ Хуаңжы мен прокурор Пяу басынан бастап Лаугоның селбескісі келмеген білген. Бүгінгі келуі жай ғана сынақ. Егер шартты бұдан да оған тиімді қылып айтса, керісінше ол одан ары сенбейді. Хуаңжы әкесінің көп айтатын сөзін есінен шығармаған. Ол, егер сенімсіздікті жойсаң, нәтижесінде 100% сенімге ие боласың деп айтатын. Осылай Лаугоның сеніміне кіріп, Жандучиді шығару үшін Хуаңжы жаңадан жоспар жасады. Жоспар бойынша Пяудың 3 адамының бірі Чунзыны жіберді. Чунзы сұлулығын пайдаланып Лаугоға танысты. Ал хакер болса, Чунзы Лаугоны айналдырып отырғанда, Лаугоның бөлмесіне келіп, аңду аппараттарын орнатты. Енді жоспардың ең маңызды бір қадамы
Пяу телеарнаға Жандучи туралы хабар жасатуы керек. Және Хуаңжы жалғыз өзі Таиландқа барам деді. Себебі хабардан кейін Жандучидің адамдары қимылдай бастайды. Тек сол жерге барып тексерсе, Жандучидің нақты мекен-жайын табуға болады. Ертесі күні таңертең Чунзы Лаугоның телефонына алыстан бақылайтын вирус орнатты және әдейі Пяудың орналастырған жаңалығын көрсетеді. Лауго куәгердің Таиландтан Жандучиді көргенін айтқанын білгенде сасқалақтап зейін қойып көре бастады. Артынан асығыс бөлмесіне кіріп, есігін жауып, Жандучиге телефон жалғады. Ешкім ойламаған, Жандучи дәл қазір Кореяда екен. Лауго екеуі кездеспекші болды. Хаккер Лаугоның телефонын пайдаланып, нақты мекен-жайын тексеріп шықты. Чунзыда Лаугоның ізіне түсіп келіп жетті және шынымен Жандучиді көрді. Ал Пяу келгенше, Жандучи аспалы көлікке отырып кетіп қалады. Пяу көлік ішіндегі шынымен Жандучи екенін көрді. Жақсы болғаны хаккер Жандучидің Лаугомен осы жексенбі тағы кездеспекші екенін жеткізеді. Осы кезде Пяуге қол астындағылары хабарласып, Хуаңжы Таиландқа бармағанын жеткізді. Хуаңжы дәл қазір бір тілшімен пара алғандардың тізімі жайлы сөйлесіп отыр. Тілшінің Хуаңжыге айтуынша, Жандучиден пара алғандардың нақты тізімі прокурор Пяудың қолында. Түбегейлі тексергеннен кейін Пяуға Хуаңжының кезінде жан-жақты тізімде іздеп жүргені және оның өліп қалған әкесі өз турасында Тұман атымен танымал екені белгілі болды. Бұны естігеннен кейін Пяудың есіне 8 жыл бұрын болған істер түсті. Кезінде зейнетке шыққан Тұманды пара алған депутаттардың бірі мәжбүрлеген, отбасының амандығын шарт етіп, Тұманды қыспаққа алып, Жандучидің шет елге қашуын ұйымдастыруды тапсырған. Ал Жандучиге құжат апарып берген түні Тұманды өлтіріп, айғақтың көзін жойған Пяу болатын. Енді Пяу да жаңа жоспар жасады. Ол ештеңе білмегендей болып Хуаңжыға хабарласып, Жандучидің Кореяда екенін хабар етіп, Хуаңжыға тез арада қайтып кел дейді. Пяудың ойынша, Хуаңжы әкесін тек Жандучи өлтірген деп біледі. Енді Жандучидің ақпаратын Хуаңжыға айтып беріп, оны пайдаланып Жандучидің көзін жойып, өзі бұл істен аулақ болмақшы. Осыны ойлап Хуаңжыға қару береді. Артынан Хуаңжымен қайшылығы бар Гаудыңды шақырып, Хуаңжы Жандучиді өлтіргеннен кейін Хуаңжының да көзін жоюды тапсырды. Қатыгез Пяу осымен тоқтап қалмады. Хуаңжы мен Гаудың Жандучидің тұрған подвалына түскеннен кейін жақын маңдағы адамдарына бұйрық беріп, аздан кейін өзінің нұсқаулығы бойынша подвалға басып кіріп, Жандучимен қоса жанындағыларды да қырып тастауды бұйырады. Ал Хуаңжы мен Гаудың енді қол салмақшы болғанда, телефон аңдып отырған Пяу жақында Жандучи 300 миллиард ақшаны Кореяда заңдастырмақшы екенін, бірақ алдымен 30 миллиард ақшаны ғана Хуаңжыға тапсырып, сынақ жасап, егер шынымен жақсы істеп жатса, қалған 270 миллиардты бір жолата Хуаңжыға тапсырмақшы болғанын естіді. Бұны естіген Пяу ойын өзгертіп, Хуаңжы мен Гаудыңға жоспарды тоқтатуға бұйрық берді. Бірақ Хуаңжының бар ойлағаны кек алу. Амалсыз Гаудың оны ұрып талдырып алып кетті. Себебі депутаттардың бірі президенттік сайлауға қатысып жатқан. Егерде сайлауда жеңіп шықса, Пяудың да мансабы көтерілмекші. Сондықтан бұл 300 миллиард депутатқа өзіне билет жинауға керек. Бірақ тек кек алуды ойлап жүрген Хуаңжы Пяумен бірлесіп Жандучиді алдауға келіспеді. Ал Пяу Хуаңжының өз қолындағы пара алғандардың тізімін іздеп жүргенін біледі. Сондықтан Пяу тізімдікті шарт етіп, Хуаңжыға алдымен 300 миллиардты алдап алса, артынан тізімдікке ие болатыны және өз қолымен Жандучиді өлтіре алатынын айтады. Ал бұны Хуаңжы мақұлдады, қуана келісті. Бірнеше күннен кейін Лауго 30 миллиардтың шегін алып келіп, Хуаңжыға бір апта ішінде нақты ақшаға айырбастап беруді тапсырды. Артынан Хуаңжы Пяуға ескерту жасап, егер Лауго 30 миллиард заңды ақшаға ие болса, өздері ақ компаниясын үлкейтіп, қалған 270 миллиардты заңдастырып алатынын айтып, Пяуға мансабын пайдаланып, Лаугоның компаниясын тексеруге ұсыныс жасады. Нәтижесінде тексергеннің ертесі күні Лауго із-түссіз жоқ болып кетті. Пяу бұған қатты ашуланды, Хуаңжыде не істерін білмеді. Осы сәтте Лауго жаңа номермен Хуаңжыға хабарласты. Лауго полициялардың өз компаниясын тексергенін көріп, бірдеңе байқап қалды ма деп тығылып қалыпты. Енді Лауго Хуаңжыға компаниясының проблемаға тап болып, өзі асығыс шетелге кетпекші екенін айтып, Хуаңжыға ертеңнен қалмай 30 миллиард нақ ақшаны дайындауды тапсырып, және ақша қолына тигеннен кейін қалған 270 миллиардты Хуаңжыға беріп, асықпай заңдастыратынын айтады. Пяу естігеннен кейін басын изеп Хуаңжыны мақұлдатты.
Қазір Пяудың тірегі президенттің кандидаты. Енді қолдарынан түк келмейтін парақор депутаттардан қорықпайды. Ол депутаттардың отырысында шу шығарды. Олардың жеген ақшаларын қайта қосуды талап етіп, жетпесе өзі қосатынын, әйтпесе ешкім қазіргі орнын сақтап қала алмайтынын айтты. Осылай Пяудың мәжбүрлеуінде депутаттар амалсыз 30 миллиард нақ ақша жинап берді. Ертесі күні таңертең Хуаңжы мен Лауго жанармай бекетінде көліктерін алмасты және келесі күні түнде қалған чекті портта тапсыруға келісіп, уақыт тығыз болғандықтан қазірше бір бөлігін алып келгендігін айтты. Бірақ Пяу уәдесінен тайып кетті. Ол Хуаңжыны тұтқындады және қол астындағылары ақша басқан көлікке GPS орнатқан. Лаугоның артына түсіп, Чжандучидің мекен-жайын тапты. Бірақ Чжандучи да осал емес. Полициялар келгенше ақшаны басқа көлікке ауыстырып қашып кеткен. Бұны көрген Пяу адам жинап келесі күні түнде портта Чжандучиді ұстауға бұйрық берді. Ал осы кезде Чжандучи кенеттен Пяуға телефон жалғап, Пяуға өзінің артынан түсуді тоқтатуды айтып, әйтпесе пара алғандардың тізімін жайып салам дейді. Бірақ менменсіген Пяу қорықпайды. Ол қорқуға тиіс пара алған қақпастар деп өзіне дым әсер етпейтінін ашық айтты. Кенеттен депутаттар да, кандидат та телефонда пайда болды. Пяу өзінің Чжандучидің тұзағына түскенін енді аңғарды. Кандидаттың сеніміне қайта кіру үшін Пяу чекті тез арадан нақ ақшаға айырбастап және түнде қайтсе де Чжандучиді ұстап алмақшы болды. Осы кезде Хуаңжы Пяудың қол астындағы үш алаяқты өзіне көндірді. 4 жыл бұрын Хуаңжы шынымен Чжандучиді тапқан екен. Бірақ Чжандучи оған әкесін өлтірген күмәнқор Пяу екенін айтқан. Үш алаяқ еркіндікті аңсап және Хуаңжыға жандары ашып, оған көмектесуді шешті. Ойламаған жерден Гаудун қайта сатылып кетті. Телеарнаға жіберілген Пяудың қылмыстық дәлелі де орта жолда қолды болды. Пяу қатты ызаланып, Гаудунға Хуаңжымен қоса тағы екі алаяқтың да көзін жоюды тапсырды. Артынан Янға ақша заңдастыратындар хабарласып, чектің бәрі жалған екенін айтады. Бұны естіген Пяудың төбе шашы тік тұрды. Портқа жетіп келіп, өзін алдап кеткен Чжандучидің сазайын бермекші болады. Бірақ ойламаған жерден Чжандучи деп жүргендері Хуаңжы болып шықты. Әу бастан Лисінің алданғанынан кейінгі болған істің бәрі Хуаңжының жоспарымен болған екен. Тіпті Пяудың жанындағы сенімді адамы Гаудунды да Хуаңжы орналастырған. Кезінде Чжандучидің делосынан соққыға ұшыраған көп адам өзіне қол жұмсаған. Олардың ішінде Гаудунның інісі және Лаугоның әйелі де бар. Кек алу үшін үшеуі бірлесіп жылдар бойы жоспар жасап, жалған жеке құжат, шыннан айнымайтын чектер жасаған. Пяудың жанына өз адамдарын кіргізіп, бейне жазбадан Чжандучидің сөйлеу мәнерінде үйренген және Лисыға ақша беріп, Чжандучи тірі деген ақпарат таратқан. Соңында шіріктескен саясаткерлердің ашкөздігін пайдаланып, бәрін біржолата өздері қазған орға түсірген. Ешқандай міні жоқ жоспарды және оның еш мінсіз орындалғанын көріп, Пяу қорқып кетті. Өзінің амандығы үшін барлық кінәні кандидат бастаған депутаттарға жауып салып, Хуаңжыға парақорлардың біреуін қалдырмай ұстаймын деп уәде берді. Ойламағаны, Хуаңжы баяғыда кандидат пен депутаттарды барықталап алып келген. Олар Пяудың сөзін естігеннен кейін Пяуға сатқын, көзі тоймайтын ашкөз деп тап берді. Кандидат тіпті сол майданда тізерлеп кешірім сұрап, кезіндегі зардап шегушілерге төлем жасаймын деп уәде берді. Оның сөзі аяқтай салысымен полициялар мен тілшілер қаптап кетті. Хакер камера қойып, интернет арқылы болып жатқан жағдайды мемлекет бойынша тікелей таратылым жасаған екен. Енді бұл былықты білмейтін адам қалмады. Соңында барлық парақорлар ұсталды. Және Хуаңжы бастаған бір тобы депутаттардың жинап берген 30 миллиард ақшасына ие болды. Бірақ алаяқтардың атаманы Чжандучи әлі де қашып жүр. Сондықтан олардың жоспары әлі де жалғасуда. Осымен фильм аяқталды. Ұнатқан достар лайк басып, каналға жазылып, достарға бөлісуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.